ақпарат тарады, көріңіздер. Сәлеметсіздер қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы ақпараттардан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. 6% ипотека алуға өтінім қабылдау басталады. Солтүстік Қазақстан облысында Қызылжар жастары бағдарламасы бойынша өтінім қабылдау басталады. Мөлшерлеме 6% бағдарлама жасы 35-тен аспаған жас мамандар мен жас отбасыларға салады. Қызылжар жастары бағдарламасының шарттары: мөлшерлеме 6%, бастапқы жарна 10%, мерзімі 19 жыл. Несиенің ең жоғары сомасы Петропавлда 15 миллион теңге, облыс аудандарында 10 миллион теңге. Облыс мамандығы бірінші немесе екінші нарықтағы тұрғын үйді алуға болады. Қатысушыларға қойылатын талаптар: жасы 35-ден аспауға тиіс, соңғы жұмыс орнында кемінде 6 ай еңбек өтілі болуы қажет. Мына салалардың бірінде ресми түрде жұмыс істеу керек: денсаулық сақтау, ветеринария, мәдениет, спорт, әлеуметтік қорғау, азаматтық қорғаныс, энергетика. Қатысушылар балдық жүйе бойынша іріктеледі. Мыналар ескеріледі: әлеуметтік статусы, отбасылық жағдайы, баласы бар жоғы, кәсіби тәжірибесі. Өтінім 26 мамырдан 11 маусымға дейін қабылданады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басу, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.